Міне тәуелсіздік алып, туымызды тігіп, ел болғанымызға 30 жыл. Бұл ұлы той, бұл ұлттың бақыты. Осы ұлы күнді ата-бабамыз, кешегі арыс ағаларымыз Алаштың ұлтын сүйген ұлдар қаншама ғасыр күтті. Осы жолда қаншама қан төгілді, қаншама көздің жасы төгілді. Бүгін міне Нұр-Сұлтан қаласының төрінен бүкіл қазақ халқына, бүкіл қазақстандықтарға сәлем жолдап, осынау ұлы мерекемен құттықтағым келеді. Келесі жылы елорданың арқаға көшкеніне 25 жыл. Бұл екі тойды бөліп жаруға болмайды. Екеуі де ұлы той. Сондықтан Аққар Көкмұзда осыдан 25 жыл бұрын Астана көшіп келді. Оның алдында қиын кезеңдерге қарамастан біздің тәуелсіздігіміздің туы тігілді. Елбасы бастатқан азаматтар ел тізгінін ұстап отырған қалың ел болып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, осы тәуелсіздікті тиянақты ету үшін, баянды ету үшін қаншама тер төгілді, қаншама еңбек етілді, қазақ ел әлемге танылды, іргесі бекіді. Астанасын ауыстырып, міне арқаның төсінде алқа таққандай жарқырап тұр мына жердің беті. Бұл біздің ортақ қуанышымыз, елдік мұратымызға жеткендігіміздің белгісі. 30 жыл бекер кеткен жоқ. 30 жылда көп жетістіктерге жеттік. Осы қуанышпен, осы жеңіспен қалың елді құттықтағым келеді.